23 жасар Карла Хасинтаның 2004 жылғы Мехикода берген сұхбаты. Мен өте орташа отбасында дүниеге келдім. Анам жалдамалы жұмысшы болып істейтін. Ол күндіз пәтерлер жинайтын, ал кешке үй қызметкері болып жұмыс жасайтын. Ал мен қараусыз балалар мектеп-интернатында оқитынмын. 5 жасымнан бастап қорлық көре бастадым. Анам үнемі азанда жұмысқа бара жатқанда маған айғайлайтын. Тіпті күніге үйде айғай-шу шығарып, мені ұратын. Менің балалық шағым төсектің астында тығылумен өтетін. Мен кей күндері далада қонатынмын. Қоқыстардан тамақ іздейтін кездерім де болған. Шынымды айтсам, осының бәрі менің басымнан өткеніне сенбеймін. Мен 12 жасымда анам мен оның жақын туысынан көрген агрессия мен қорлыққа шыдай алмай үйден қашып кеттім. Сол күннен бастап мен ешкімге керек емес бала болдым. Бір күні мен метро станциясында 22 жастағы бір жігітпен таныстым. Біз бір көргеннен бір-бірімізге ғашық болдық. Мен оған бірден ашыла бастадым. Ол менің отбасымда көрген қорлықтарды естігенде менімен қосылып жылайтын. Негізі екеуміздің өміріміз қатты ұқсайтын. Ол да ересек өмірге өте ерте келгенін айтатын. Солайша мен үлкен махаббатты басымнан өткізе бастадым. Ол маған әдемі киімдермен, өмірімде жеп көрген тәттілермен, аяқ киімдермен барлық жағынан қамтамасыз ететін. Өмірімде мұндай шексіз қамқорлықты көрмеген мен оған бар жан тәніммен сенетінмін. Ол басқа қалаға жұмысқа кеткенде маған ақша тастап кететін. Маған бір көргеннен ғашық болғанын үнемі айтып отыратын. Солайша біз 3 ай бірге тұрдық. Ол маған екеуміздің отбасымыз болады, біз бақытты жанұя боламыз, сен менің ханшайымым боласың дейтін. Бір күні мен одан неге ағасы үйге әртүрлі қыздармен келеді деп сұрадым. Ол маған ағасының жеке бизнесі бар екенін айтты. Одан басқа ештеңе айтпаған еді. Бірнеше айдан кейін ол маған менің жұмыс істеуім керектігін айтты. Мен анам сияқты жалдамалы жұмыстар жасаймын деп ойладым. Алайда ол маған енді неше түрлі еркектермен кездесуің керек. Сен оларға қызмет көрсетуің керек, және де сен оны тек жұмыс деп қабылдауың керек деді. Мен өзім сені керек кезде қорғап, үнемі қасыңда жүремін деді. Екеуміз екі жақтап ақша тауып, аяққа тұрамыз. Кейін қалаған жерден үй аламыз, бақытты отбасы боламыз деп сендірді. Әрине мен тек 12 жаста болған соң, ештеңені де соңына дейін түсінбеген болатынмын. Немесе менің оған деген шексіз махаббатым көзімді байлады ма, білмеймін. Келесі күні ол мені бір қызбен қосып Пуэбла қаласына алып барды. Біз бір үлкен отельге келіп тоқтадық. Отель басшысы одан бірден менің құжатымды сұрады. Себебі менің түріме қарап жасөспірім қыз екенімді біліп қойған болатын. Бірақ ол маған алдын ала жалған төлқұжат жасатып қойғанда екен. Солайша мен жезөкшелікпен айналыса бастадым. Бірінші күндері мен шыдай алмай қатты жылайтынмын. Бірақ ол мені күніге 30 шақты адаммен төсектес болуым керек деп мәжбүрлей бастады. Енді бірнеше күннен кейін ол маған күш көрсетіп, тіпті қол көтере бастады. Маған отельдің бастығы да қол көтеретін. Қасымдағы басқа да қыздарға да күш көрсететін. Олар бізге сендердің фото-видеоларыңды жақындарыңа көрсетеміз деп үнемі қорқытып отыратын. Адам 3 күннен кейін тозаққа да көне бастайды екен. Мен де бұл лас өмірге үйрене бастадым. Бір айдай уақыттан соң мен отельден қашып кетпекші болдым. Бірақ олар мені жарты жолдан ұстап алып келіп, азанға дейін соққыға жықты. Сол күннен бастап, мен мына жалған өмірден күдерімді үзе бастадым.
Кейде мен өзімді робот ретінде көретінмін. Себебі күнде 24 сағат бойы отельден қыздарға келетін еркектер үзілмейтін. Тіпті мен жыныстық қатынасқа түскен еркектерді санай бастадым. Олардың саны 43 мыңнан да асып кеткен болатын. Менің бірнеше рет аяғым ауыр болды. Олар маған жедел түрде дәрімен түсік жасататын. 14 жасымда мен 4-ші рет аяғым ауыр болды. Осы жолы олар менің босануыма рұқсат берді. 7 айдан соң мен қызды болдым. Бірақ олар маған қызыммен көп уақыт өткізуге рұқсат бермейтін. Босанған соң 3 күннен кейін мені қайта жұмысқа салды. Олар менің қансырап жүргеніме, өзімді өте жайсыз сезінгеніме, тіпті кейде 24 сағат бойы басым қатты ауырғанына қарамастан, таңнан кешке дейін жұмыс жасататын. Соңғы кездері олар маған қызыңды да жұмысқа саламыз деп қоқан-лоққы көрсете бастаған. Сөйтіп жүргенде 2,5 жыл уақыт өтті. Менің жасым 15 жасқа таяған шақта отельге 63 жастағы Хосе есімді ер кісі келді. Оның көзі бірден маған түсті. Маған менімен барасың ба деді. Мен басымды изедім. Бірақ бөлмеге кіре бергенде ол маған сұрақтар қоя бастады. Сенің жасың 18-ге толмаған сияқты. Маған төлқұжатыңды көрсетші деді. Мен оған төлқұжатымды көрсеттім. Бірақ ол маған қарап тұрып, сенің жасың 22 жастағы қызға ұқсамайды. Сенімен бәрі жақсы ма? Сенің отбасың бар ма? Деп сұрай берді. Ал мен мәңгіге адам баласына сенуді ұмытқан қыз ретінде оған ашуланып, сенің шаруаң болмасын деп жауап беретінмін. Бірақ 63 жастағы Хосе отельге күніге бірнеше рет келетін. Ол келген сайын менімен сөйлесуін өтінетін. Алдағы 6 ай бойы Хосе күніге отельге келіп тұрды. Ол маған менімен ашылып сөйлесші, менен қорықпа. Мен сені ренжітпеймін. Сен менің қызымдайсың. Маған сенуіңе болады дейтін. Сенің басқаша өмір сүруіңе болады. Қызыңның болашағы жарқын болғанын қаласаң, маған ашылып бәрін айтып бер. Мен сені құтқарамын дейтін. Міне, осы уақыттан бастап мен оған ішім жылай бастады. Өмірімде әкелік қамқорлық пен мейірім көрмегенмен, өзімнің күл талқан болған өмірімді қызым басынан өткермесе екен деп ойлай бастадым. Хосе, мен сенің өміріңді тек жақсы жаққа қарай өзгертуге көмектесемін. Сен әлі жассың. Оның бәрін қорқынышты түс көргенде ұмытып кетесің. Маған сенші деп қайталай беретін. Өзім әлі 16-ға жаңа толған жасөспірім қыз болсам да, мен кішкене ғана қызымның болашағын ойлап қорқа бастадым. Сол күні Хосе отельге тағы да келді. Осы жолы мен оған басымнан өткен адам сенгісіз жағдайды баяндай бастадым. Сол уақытта оның көзінен еріксіз жас аға бастады. Ол маған мені құтқару үшін келген періште секілді көрінді. Жалғыз Хосе ғана маған өзінің жүрегін ашу арқылы менің жүрегімді жібітті. Жалғыз Хосе ғана мені қорғансыз байғұс қыз ретінде көрді. Мен 16 жасымда полицияның тұтқыннан құтқару операциясымен бостандыққа жеттім. 2008 жылы, яғни бірнеше айдан кейін, өз-өзіме келген шақта Хосеге телефон соқтым. Ол менің даусымды естіп қатты қуанды. Екеуміз сол күні кездестік. Мен оны көрген шақта қатты құшақтап, дауыстап жылап жібердім. Мен сенің арқаңда жаңадан өмірге келдім. Сенің арқаңда міне мектепке бара бастадым. Сенің арқаңда қызым бақытты балалық шақты басынан өткеруде дедім. Екеуміз сол күні бірнеше сағат сөйлестік. Ол мені өзінің туған қызындай мейірлене құшақтады. Мен Хосенің арқасында шын көңілмен қуанып күле бастадым. Бірнеше айдан соң мен жақсы жерге жұмысқа орналастым. Сол күні қуанышым қойныма сыймай тағы да Хосеге хабарластым. Бірақ тұтқаны бір әйел көтерді. Ол Хосенің қызы екен. Ол маған Хосенің ауруханада ауыр халде
комада жатқанын мәлімдеді. Сол сәтте мен еріксіз Құдайдан Хасені аман алып қалшы деп қайталап жалына бердім. Бірақ ертесіне Хосе қайтыс болды. Мен ешқашанда ондай керемет адамды кездестірмедім. Хасенің арқасында мен керемет әйелге айналдым. Ол маған дәл керек кезде келген періште еді. Менің Хосеге деген алғысым шексіз болды. Кейінірек оның қызы маған хабарласып, сіз Карлосыз ба деп сұрады. Мен иә деп жауап бердім. Ол маған әкесі үнемі мені уайымдап жүретінін айтты. Біз бірге қосылып тағы да жылап алдық. Міне, менің басымнан өткен оқиға осындай.